Саламатсыз ба, құрметті көрермендер. Бүгін біз Наурыз мейрамына байланысты ұлттық тағам жентті дайындағалы отырмыз. Қызым, не айтасың сен жент туралы? Қазақ дастарханында шай дастарханына қойылады, және қыс табылмайды, жазда келтейтін тойылды тағам. Ұлттық тағамға негізінде бұрынғы кезде бидай мен тарының ұнтағы, яғни талқан алынған, сосын май алынған. Сол екеуінің қоспасынан секер салып, ата-бабамыз дастарханды жайнатып қоятын. Енді қазір біз заманауи тұрғыда әртүрлі қоспалар қосу арқылы балалар және балаларға өте дәмді болу үшін, қонаққа келген дастарханда өте әдемі көріну үшін біздер мынандай шоколадтарды пайдаланғалы отырмыз. Сосын май қосамыз, талқан қосамыз, бал қосамыз және секер ұнтағын қосамыз. Енді бүгінгі жентімізді бастау үшін бірінші талқанды ыдысқа салып алайық. Жентіміз өте әдемі, өте дәмді. Ауыз сеулеріңізге болады. Жаңаға қалған шоколадты тағы да әдемілеп құйып. Наурыз мейрамында немесе әртүрлі қонақтық келген кезде дастарханның сәнін алатын ұлттық тағамымыз. Өте жаңа банадан айтып жатырық, өте дәмді, өте көңіл толатын, дастарханның сәнін келтіретін, ұзақ уақыт қарны ашпай жүреді бұл тағам жегенде. Біздің ата-бабамыздың өмірінде қолданылған ас.